Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы логикалық есептер, найзағай. Сабағымыздың мақсаты кеңістік ойлауды дамытатын логикалық есептер шығару. Есепте және найзағай басталар алдында орын алатын құбылыс туралы біл. Жауапты өсу ретімен жаз. Бірінші берілген өрнек күн күркіреу. Берілген өрнектің амалдарының орындалу ретін анықтап жазып алайық. Бірінші әрине жақшаның іші орындалады. Жақшаның ішінде бірінші көбейту, содан кейін барып азайту. Сосын жақшаның сыртындағы көбейту орындалады. Сосын бірінші тұрған азайту амалы, содан кейін қосу амалын орындаймыз. Бірінші амалдан бастап, бірінші 27 мен 35-тің көбейтіндісі. Бірден баған түрінде жазайын. 5 пен 7-нің көбейтіндісі 35-ге тең, 5-ін жазамын, 3-ім ойда. 5-ті 2-ге көйтем 10, ойымдағымен 13. 3-ті 7-ге көйтем 21, 1-ін жазамын, 2-ім ойда. 3-ке 2-ін көйтем 6, ойымдағымен 8. Қосамын. 3-ке 1-ді қосам 4, 8-ке 1-ді қосам 9. Екінші амалды орындайық. Азайту амалы. 11.258-тен 945-ті азайтамыз. 8-ден 5-ті азайтам 3, 5-ден 4-ті азайтам 1, 2-ден 9-ды алмайым, 1 сұрап аламын, 12-ден 9-ды азайтам 3, 1 сұрағандықтан 0 қалды, және 1-нің өзі түседі. Енді үшінші амалды орындаймыз. Көбейту амалы. Біз білеміз, көбейткіштердің орнын ауыстырғанымен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Сондықтан мен өзіме ыңғайлайтып жазып алайын. 0-дің көбейтіндісін жазбайын, барлығы 0 шығады. 6 мен 4-дің көбейтіндісінен бастап жазамын. 24, 4-ін жазамын, 2-сі ойда. 6 мен 6-ның көбейтіндісі 36, ойымдағымен 38. 5 пен 4-дің көбейтіндісі 20, 0-ін жазамын, 2-сі ойда. 5 пен 6-ның көбейтіндісі 30, ойымдағымен 32. Бұл жерде бізде 0 бар, 4, 8, 3-ке 2-ні қосам 5, және 3. Келесі 4-ші амал. 35.840-тан жақшаның ішін азайтамын, яғни 10.313-ті. 0-ден 3-ті алмаймын, біреу сұрайым, 10-нан 3-ті азайтам 7, 3-ден 1-ті азайтам 2, 8-ден 3-ті азайтам 5, 5-ден 0-ді азайтам 5, 3-ден 1-ді азайтам 2. 5-ші амал қосу амалы, яғни 25.527-ге қосамыз 374.498. Яғни 374.498-ді қосамын. 7 мен 8-дің қосындысы 15-ге тең, 5-ін жазамын, 1-і ойда. 2-ге 9-ды қосам 11, ойымдағымен 12, 2-сін жазамын, 1-і ойда. 5-ге 4-ді қосам 9, ойымдағымен 10, 0-ін жазамын, 1-і ойда. 5-ге 4-ді қосам 9, ойымдағымен 10, 0-ін жазамын, 1-і ойда. 2-ге 7-ні қосам 9, ойымдағымен 10, 0-ін жазамын, 1-і ойда. Яғни бұл жерде 4 болады. Сонда жауабы 400.025. Келесі найзағайдың өрнегін орындайық. Бірінші амалдардың орындалу реті, бірінші көбейтуді орындаймыз, содан кейін бөлуді, содан кейін бірінші тұрған азайтуды, содан барып қосуды орындаймыз. Бірінші көбейтуді орындайық. 451-ге көбейтеміз 203-ті. 3-ті 1-ге көйтем 3, 3-ті 5-ге көйтем 15, 1-ім ойда. 3-ті 4-ге көйтем 12, ойымдағымен 13. 0-дікін жазбаймын. Келесі 2 мен 1-дің көбейтіндісі 2, 2 мен 5-дің көбейтіндісі 10, 0-ін жазамын, 1-і ойда. 2 мен 4-дің көбейтіндісі 8, ойымдағымен 9. Қосамыз. 3, 5, 3-ті 2-ге 5, 1-ге 0-ді қосам 1, және 9. Сонда 91.553 шықты. Келесі
Екінші амал бөлу амалы, яғни 444.444-ті бөлеміз 11-ге. 44-ің ішінде 11 4 рет бар. 0, 4-ті түсірем, 44-ті 2 рет. Бірден 44-ті түсірем, яғни бұл жерге 0 тұрады, е. Тағы да 4, 0, тағы да 44-ті түсіремін. Тағы да 0, 4. Бізде азайту амалы, яғни 91.553-тен азайтамыз 40.404-ті. 3-тен алмаймын, 13-тен 4-ті азайтамын 9, бұл жерде 4, 5-тен 4-ті азайтамын 1, 1-ден 0-ті азайтамын 1, 9-дан 4-ті азайтамын 5. Яғни 51.149-ға қосамыз 3.789-ды. 9-ға 9-ды қосам 18, бірім ойда. 4-ке 8 қосам 12, ойымдағы мен 13, үшін жазам, бірі ойда. 1-ге 7-ні қосам 8, ойымдағы мен 9. 1-ге 3-ті қосам 4, және 5-ні өз түседі. Сонда жауабы 54.938. Өз өретімен қоятын болсақ, 54.938 бірінші, екінші 400.025 болады. Тапсырманы орында. Сен суреттен неше үшбұрышты көріп тұрсың? Мұнда бірнеше суретті қойдым. Суреттің ішіндегі үшбұрышты кезек-кезегімен көрсету үшін, шатаспау үшін. Бізге міне көрініп тұрған кішкентай кіші үшбұрыштар, ме? 2, 3, 4, 5, және осының сыртындағы сәл үлкендеу үшбұрыштар, ме? 6, 7, 8, 9 және 10. Сонда бұл жерде бізде 10 үшбұрыш бар. Ол не? Біреу, е? Сосын не? Екінші, сосын үшінші, сосын төртінші, және бесінші. Мұнда 5 үшбұрыш бар. Келесінде міне мынау бірінші, соң кейін екінші, үшінші, төртінші, және соңғысы бесінші. Бұл жерде де 5 үшбұрыш. Келесінде жанындағы үлкен үшбұрыштар, е? Мынау 1 үшбұрыш, мынау екінші үшбұрыш, мынау шетіндегі үшінші үшбұрыш, мынау төртінші, және мынау бесінші. Сонда бізде 5 шеткі үшбұрыштар шықты. Ортасындағы көріп тұрмыз, біреу ортасында. Мынау екінші, және үшінші. Мынау. Бұл ортасында 3 үшбұрыш бар, е? Мұнда 3. Енді үлкен үшбұрыштар бар, е? Мынау бірінші, ең үлкен үшбұрыш. Жақсылап қойын. Бұл. Екіншісі, мына үлкен үшбұрыш.
Үшінші үлкен. Міне мынау. Үшіншісі. Көрініп тұр ма сіздерге? Міне мынау үшінші. Төртіншісі. Мына жерде міне мынау. Төртіншісі мынау. Төртіншісі. Және бесіншісі бар, е? Ол міне мынау. Бұл бесінші үлкен. Сонда 5 үлкен үшбұрыш. Мынау 5 шеткі. Бұл 3 ортаңғы үшбұрыштар. Бұл 5 қос үшбұрыштар, мына кішкентай мен үлкен қосылған. Бұл да қос және 10 кіші үшбұрыш бар. Сонымен бізде барлығы 5, 15, 20, 23, 28, 28-ге 5-ті қосақ 33. Сонда барлығы мына суретте 33 үшбұрыш бар. Тапсырманы орында. Сен неше үшбұрыш көріп тұрсың? 3 үшбұрыш көріп тұрмыз, е? Бірінші үшбұрыш. Сосын екінші үшбұрыш. Үшінші үшбұрыш. Енді бізде мұнда кішкентай төртінші үшбұрыш бар емне. Мына жерде бесінші үшбұрыш. Сосын алтыншы үшбұрыш. Сонда 6 үшбұрыш бар, е? Келесі тапсырманы қарастырайық. Сызбадағы барлық тік төртбұрыштардың атауын жаз. Ең үлкен тік төртбұрыш бар, е? Ол тік төртбұрыштың атауы О, А, Ф, H. Одан кіші тік төртбұрыш М, Б, Е, П тік төртбұрышы. Яғни егерде мысалы түспен көрсететін болсақ, мынау екіншісі. Енді үшіншісі мынау Н, С, Д, К. Жазып алайық. Н, С, Д, К тік төртбұрышы. Енді кішкентай тік төртбұрыштар бар, е, бізде? Міне. Ол О, А, Б, М. О, А, Б, М тік төртбұрышы. Және М, Б, С, Н тік төртбұрышы. Содан кейін О, А, С, Н тік төртбұрышы. Келесі К, Д, Е, П тік төртбұрышы. Келесі П, Е, Ф, H тік төртбұрышы. Және К, Д, Ф, H тік төртбұрышы. Н, С, Е, П тік төртбұрышы. Н, С, Ф, H тік төртбұрышы. О, А, Д, К тік төртбұрышы. О, А, Е, П тік төртбұрышы. Содан кейін М, Б, Д, К тік төртбұрышы. Және М, Б, Ф, H тік төртбұрышы. Сонда бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 тік төртбұрыш бар, е? Қарындашты қағаздан ажыратпай жұлдыз сала аласың ба? Бұлай салуға болады. Берілген фигура 1/7 шаршыдан тұрады. Оның периметрі 112 сантиметрге тең. Фигураның ауданы нешеге тең?
жеті шаршыдан тұрады. Барлығы бірдей. Яғни олардың қабырғаларының ұзындықтары бірдей деген сөз. Енді периметр. Периметрі бізде 112 сантиметрге тең дейді. Яғни периметрі дегеніміз мына фигураның барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. Яғни міне былай бүйтіп ұзындықтарының қосындысы 112 сантиметрге тең. Енді бізге бұл есепте нені табу керек? Осы фигураның ауданын табу керек. Ауданын табу үшін бізге мына бір қабырғасының ұзындығы неше сантиметр екенін табуымыз керек. Оны табу үшін не істейміз? Мына барлық қабырғаларын санап шығамыз. Яғни, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 қабырғасы бар екен. Енді бір қабырғасының ұзындығы табу үшін біз 112-ні 16-ға бөлеміз. Тең болады 7 сантиметр. Яғни мына бір қабырғасының ұзындығы 7 сантиметр. Шаршы деген, яғни барлық қабырғалары тең, сондықтан барлық қабырғасы 7 сантиметрге тең. Енді бізге осы фигураның ауданын табу керек. Ол үшін бізге мына бір шаршының ауданын табу керек. Оны қалай табамыз? 7-ні 7-ге көбейтеміз. Сонда 49 сантиметр квадрат. Бұл бір шаршының ауданы. Енді бізге бүкіл фигураның ауданын табу керек. Ол үшін не істейміз? Бізде қанша бірдей шаршы бар? 7. Яғни барлығын табу үшін біз 49-ды 7-ге көбейтеміз. Тең болады 343 сантиметр квадрат. Берілген фигураның ауданы 343 сантиметр квадрат. Берілген фигура бірдей 6 шаршыдан тұрады, оның периметрі 126 сантиметрге тең. Фигураның ауданы нешеге тең? Бізде міне фигура берілген, ол 6 бірдей шаршыдан тұрады, оның периметрі 126 сантиметрге тең. Яғни периметр дегеніміз ол мына фигураның барлық жақтарының ұзындығының қосындысы. Енді бізге нені табу керек? Мына бір шаршының қабырғаларының ұзындықтарын табу керек. Оны табу үшін не істейміз? Мында қанша жақтар бар, соны санап шығамыз. Ал бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 қабырғасы бар. Енді осы бір шаршының ұзындығын, қабырғасының ұзындығын табу үшін біз 126-ны 14-ке бөлеміз. Сонда тең болады 9 сантиметр. Яғни мына бір шаршының қабырғасы 9 сантиметрге тең. Яғни мына да 9 сантиметрге тең. Енді бізге осы фигураның ауданын табу керек. Ал біз білеміз, ауданды қалай табады? Мысалы, бір шаршының ауданын қалай табамыз? Яғни қабырғасын өзіне көбейтеміз. Бір шаршының ауданын табайық, яғни 9-ды 9-ға көбейтеміз. Сонда 81 сантиметр квадрат. Енді бізге барлық осы толық фигураның ауданын табу керек. Ал оны табу үшін не істейміз? Ол неше шаршыдан тұрады? 6 шаршыдан. Олай болса, мына бір шаршының ауданы 81 сантиметр квадрат. Осындайдан бізде 6, яғни 81 сантиметр квадратты көбейтеміз 6-ға. Сонда тең болады 486 сантиметр квадрат болады. Яғни осы берілген фигураның ауданы 486 сантиметр квадратты құрады. Есепте және дұрыстығын тексер. 256.500-ді бөлеміз 27-ге. Бірден 256-ны аламыз. 9-дан береміз. 9 жерде 7 63. 6 ойда. 9-ға 2-ні көйтем 18. 18-ге 6-ны қоссақ 24. Азайтамыз. 6-дан 3-ті азайтам 3. 5-тен 4-ті азайтам 1. 5-ті түсіреміз 135. Бұл жерде, яғни 2-ні нешеге көйткен кезде 13-ке жақын.
5 аламыз, иә. 5 жерде 7 35, 3 ойда. 5-ке 2 көйтім 10, ойымдағы мен 13. Азайтамыз 0. Мына 2 0-ді мұнда қоя саламыз. 27 мен 9500-ді көбейтеміз. 2 0-ді шетке қарай жаза саламын. Кейін соңында астына түсіремін. Енді 5 жерде 7 35, 5-ін жазамын 3 ойда. 5-ке 2 көйтім 10, ойымдағы мен 13. 9-ға 7 өйтім 63, 3-ін жазамын 6 ойда. 9-ға 2 көйтім 18, ойымдағы мен 24. 2 0-ді түсіреміз. 5, 3, 6, 5, 2. 256.626-ны 807-ге бөлеміз. Бірден 4 таңбалы санды аламыз, өйткені 256 жетпейді 807-ге. 8 неше көйткен кезде 25-ке жақын сан шығады. 24, яғни 3-ті қоямыз. 3 жерде 7 21, 3 жерде 8 24. Азайтамыз. 6-тан 1-ді азайтамын 5, 6-тан 2-ні азайтамын 4, 5-тен 4 азайтамын 1, 2-ні түсіремін. 1452-ның ішінде 807 бір ақ рет бар, азайтамыз. 12-ден 7-ні азайтамын 5, мұнда 4, 14-тен 8-ді азайтамын 6. Келесі санды түсіреміз. 8 неше көйткен кезде 64-ке жақын, яғни 8, 8 жер 7. 8 жер 7 56, 8 жер 8 64. Азайтамыз. 807 мен 318-ді көбейтемін. 8 жер 7 56, 8 жер 8 64. Бірге көбейтеміз. 3 жер 7 21. 3 жерде 8 24. 6, 5-ке 7-ні қосамын 12, 2-сін жазам 1 ойда. 4-ке 1-ді қосам 5, ойымдағы мен 6. 10, 16, 6-сін жазам 1 ойда. Мұнда 5, мұнда 2. 4 миллион 415 мың 250-ді 725-ке бөлеміз. 3 таңбалы сан 441 725-ке жетпейді, сондықтан 4415-ті аламыз. Бізде міне бұл жерде 44, 7 нешеге көйткен кезде 44-ке жақын сан шығады. Яғни 6-ға 42 шығады сонда. 6 жерде 5-ім 30, 3 ойда. 6 жерде 2-ім 12, ойымдағы мен 15, 1 ойда. 6 жерде 7-ім 42, ойымдағы мен 43 болады. Азайтамыз. 5, 11-ден 5-ті айтсам 6. Келесі санды түсіреміз. 652 жетпейді, тағы 5-ті де түсіреміз. 2 сан қатарынан түскеннен кейін, мұнда 6-тан кейін 0-ді қоямыз, 6525. Мұнда 65. 7-ні нешеге көйткен кезде 65-ке жақын, яғни 63 бар, яғни 7-ні 9-ға көйткен кезде. Ендеше 9-ды қоямыз. 9 жерде 5-ім 45, 5-ін жазамын 4 ойда. 9 жерде 2-ім 18, 18-ге 4-ді қосақ 22, 2-сі ойымда. 7 жерде 9-ым 63, ойымдағы мен 65. 0. 0-ді түсіреміз. Мұнда 0-ді қоямыз. 0-ге 0. 0-ді 725-ге көйтсек 0 шығады, сонымен 0. 5 жерде 0, 0. 45. 5 жерде 6, 30. 2, 0, 18, 12, 7, 0, 63, 7 жерде 6, 42. Ал енді қосуды орындаймыз. 0, 5, 4-ке 8 қосам 12, 2-сін жазам 1 ойда. 1-ге 3 қосам 4, ойымдағы мен 5. 11 бұл жерде. 1-ін жазамын 1 ойда. 1-ге 2-ні қосам 3, ойымдағы мен 4, және мына 4-ті түсіреміз. Яғни дұрыс орындалған. 106.110-ды 786-ға бөлеміз. Бірден 1061-ді аламыз. 1061-дің ішінде 786 бір ақ рет бар. Азайтамыз. 11-ден 6-ны азайтамыз 5, 15-тен 8 азайтамыз 7, 9-дан 7-ні азайтамыз 2. Мұнда 1-ді түсіреміз. 3-тен береміз. 3 жерде 6-ым 18, 1-ім ойда. 3 жерде 8-ім 24,
ойымдағымен 25, үш жерде 7, 21, ойымдағымен 23. Азайтамыз. 11-ден 8 азайтамын 3, бұл жерде 14, 14-ден 5 азайтамын 9, 6-дан 3 азайтамын 3, 0-ді түсіремін. Бұл жерде 5-тен береміз. 5 жерде алдым 30, 0-ін жазамын 3 ойда, 5 жерде 8-ім 40, ойымдағымен 43, 4-ім ойда, 5 жерде 7-ім 35, ойымдағымен 39, азайтамын 0-ге тең. Тексерейік. 5 пен 6-ның көбейтіндісі 30-ға тең, 0-ін жазамын 3 ойда, 5 жерде 8-ім 40, ойымдағымен 43, 4-ім ойда, 5 жерде 7-ім 35, ойымдағымен 39, 3 жерде 6-ым 18, 1-ім ойда, 3 жерде 8-ім 24, ойымдағымен 25, 2-ім ойда, 3 жерде 7-ім 21, ойымдағымен 23, және 1-ге көбейтемін. Қосамыз. 0-ін түсіремін, 3-ке 8-ді қосамын 11, 1-ім ойда, 5-ке 6-ны қосамын 11, 20, 21, 2-ім ойда, 3-ке 3-ті қосамын 6, 6-ға 8-ді қосамын 14, ойымдағымен 16, 1-ім ойда, 2-ке 7-ні қосамын 9, ойымдағымен 10. 13.888-ді бөлеміз 248-ге. Бірден 4-тен аламыз. Яғни біздемді 13, 2-ні нешеге көбейткен кезде 13-ке жақын. Біздемде 5 бар, 10, 13-ке дейін, және 6, 12. Бірақ 6 мен 4-тің көбейтілген 24, ойымдағымен бұл жерде асып кетеді, 13-тен, сондықтан 5-ті аламыз. 5 жерде 8-ім 40, 0-ін жазамын 4 ойда, 5 жерде 4-ім 20, ойымдағымен 24, 5 жерде 2-ім 10, ойымдағымен 12. 8, 4, 1, 8. Және 5-ті қойған болатымыз, бізде 1240 шықты. Енді 5-тен үлкен 6-ны қоямыз. 6 жерде 8-ім 48, 4-ім ойда, 6 жерде 4-ім 24, ойымдағымен 28, 2-ім ойда, 6 жерде 2-ім 12, ойымдағымен 14. 8 жерде 6-ым 48, 8-ін жазам 4 ойда. 6 жерде 4-ім 24, ойымдағымен 28, 2-ім ойда. 6 жерде 2-ім 12, ойымдағымен 14. 5 жерде 8-ім 40, 4-ім ойда. 5 жерде 4-ім 20, ойымдағымен 24, 2-ім ойда. 5 жерде 2-ім 10, ойымдағымен 12. Қосамыз. 8, 8, 8, 3 және 1. Бұнда 22, 5 нешеге көбейткен кезде 22-ке жақын. 4-ке 20 шығады. 4 жерде 6-ым 24, 2-ім ойда, 4 жерде 5-ім 20, ойымдағымен 22. 0. 4-ті түсіремін, жетпейді, тағы 4 түсіремін, 0-ді қоямын, тағы 8 түсіремін. Бұл жерде 44, 5 нешеге көбейткен кезде 44-ке жақын. 8-ге 8 жерде 6-ым 48, 8-ін жазам 4 ойда. 4 жерде 5-ім 40, ойымдағымен 44. Тексереміз. 6 жерде 8-ім 48, 6 жерде 0, 6 жерде 4-ім 24. 5 жерде 8-ім 40, 5-ім 0, 5 жерде 4-ім 20. Қосамыз. 8-ін өсті 4, 4, 4, 2 және 2. Тапсырманы орында. 15 таяқшаны суретте көрсетілгендей орналастыр. Артық таяқшасыз 5 шаршық шығатындай етіп, 2 таяқшаның орнын ауыстыр. Біздеме 4 шаршы шығып тұр. Осыдан енді артық таяқша қалмайтындай етіп, 2 таяқшаның орнын ауыстырып, бізде 5 шаршы шығу керек. Оны қалай істейміз? Мына шетте тұрған 2 таяқшаны мұнда және мұнда қойсақ, бізде 5 шаршы шығады. Яғни түрі осылай болады. Тапсырманы орында 16 таяқшаны суретте көрсетілгендей орналастыр. 2 таяқшаның орнын артық таяқшасыз 4 шаршы шығатындай етіп ауыстыр. Мұнда мына және мына таяқшаны былай
былай қойып, біз артық таяқшаларсыз 4 шаршы шығардық. Яғни былай болады. Суреттегі шаршылардың санын анықта. Бізге міне сурет берілген, осының ішінде шаршылар 4 шаршы көрініп тұр. Бұл екінші, бұл үшінші, және төртінші. Ортасындағы кішкентай шаршылар, яғни міне 1, 2, 3 және 4. Енді бұл жерде мына үлкен шаршы біреу және ортасындағы бір шаршы, яғни мұнда екеу, мұнда төртеу, мұнда төртеу. Сонда бізде барлығы 10 шаршы. Мына суретте берілген шаршылардың санын анықтайды. Бізге міне көзімізге көріп тұрған 2 үлкен шаршы бар, иә? Міне екеу. Және мына кішкентай шаршы 3 болды. Және мына кішкентай шаршы. Сонда бұл жерде шамамен 4 шаршы бар, иә? Енді тағы бір кіші шаршы, мынау, және мынау, және ортасындағы кішкентай шаршылар 1, 2, 3, 4. Сонда бұл жерде барлығы 10. Осындай дайындама жасап, бөліктерді қиып ал. Кенгурудың пішінін құрастырып, желімде. Мыналарды қиып алып, осылардан кенгуру жасауға болады. Яғни, мына суретке қараймызда, үлгіге беріліп тұр, басынан немесе аяғынан бастап, мына берілген фигураларды қоя бастаймыз. Осындай кенгуру жасауға болады. Яғни, мынандай қиықтарды бірінің үстіне бірін қойып, кенгурудың бейнесін келтіруге болады.